неге біз ата-анамызды құрметтемейміз ғой? Ата-анамызды сен дейміз, папа мама дейміз. Папа мама дегенді қойыңдар шырақтарым, әкешім анашым деңдер. Өмірде құрметтеуге лайық екі адам бар, ол анаң мен атаң, әкең мен шешең сенің. 9 ай сені көтерген кім? Тас етшегін жібетіп, тас құрсағын кеңіткен кім? Өлім мен өмірдің ортасында сені өмірге әкелген кім? Талай аналар, балалар өмірге әкеліп ат, талай аналар кетті ғой. Мінекей. Ал сенің күндіз-түні ризығыңды іздеп, жұмыстан шаршап келіп, бірде қонса бірге үйге қонбай, баламыз елдің артында болмасын деп, сенің киіміңді тауып, тамағыңды тасып, нәпақаңды тасып жүрген. Ертең менің азаматым мынау менің қызым, ертең текті қыз болады. Біздің әулетке бұл ешқашан жаман әкелмейді. Бәленшенің қызы, әй Алла разы болсын, үлкен өссін деп, осындай ұрпақ тәрбиелеймін деп, әкең күндіз-түні жұмыста жүр. Мінекей құрметтеуге лайық екі адам осы әкең мен анаң. Осыдан 3 күн бұрын менің әкем келді. Біз 5 бауырымызды жинады. Біз жиналмаймыз бесеуіміз. Кезінде бір шаңырақтың астында өстік барлығымыз. Ол кезде бала едік, ойын баласы болдық. Содан кейін Алматыға келдік барлығымыз. Қазір бар Алматыда тұрады. Сонда әкем келген кезде біреуі жұмыста, кейде біз жарыста боламыз. Біреуі басқа жерде, біреуі басқа қалада, әкем басын қоса алмайды. Өткенде мен бәрін жинадым. Айналар жиналайын деп отыр екен ғой. Мен де келейін деп әкем ауылдан келген, сөйтіп келді. Содан төрге отырғыздық, бәрін тізерлеп алдына отырдық. Әкем айтады, шырақтарым, мен сендерге бір нәрсе айтайын дейді. Мінекей, мен үнемі осы балаларымның басы қосылған кезде бір ақылын айтайын деп жүруші едім. Міне бүгін сәті келіп тұр. Шырақтарым дейді, ата-ана қорқақ болады екен дейді. Ата-ана біз қорқақпыз дейді. Шешең де қорқақ, мен де қорқақпыз дейді. Кезінде сендер бала кездеріңде жүгіріп жүрген кезде ай осылар бір жерге құлап қалмасын, мұрнын қанатып алмасын, бір жерін кесіп алмасын, тоққа түсіп кетпесін, отқа түсіп кетпесін, суға түсіп кетпесін деп қатты уайымдайтынбыз дейді. Кейінде мектепке барған кезде, мектепке барып аман-есен келе ма? Жолда ит қауып ала ма? Біреумен төбелесіп қала ма? Бір нәрсені мектеп терезесі ұшып кете ма деп уайымдайтынбыз дейді. Кейін Алматыға келдіңдер, студент болдыңдар. Ол кезде сабағы қалай болар екен? Аяқ асты бірден келініп кете ма? Ата-анасы қасында емес, жатақханада тұрамыз. Қарны тоқ па, қарны аш па, киімі бүтін ба шырақтарымның? Сөйтіп қорқатынбыз дейді. Ал бүгін мінекей, бәрі отбасын құрып, араларында бала-шағаларың бар, келіндер бар. Бүгінгі қорқатының дейді сендердің. Араларына келіндер түсіп, 6 бауыр 6 жаққа ажырап кете ма деп қорқам дейді. Шырақтарым дейді, сендер мана жұдырықтай болсаңдар, мінекей келіндер ешқайда кетпейді дейді. Сонда әкемнің айтқан сөзі осы. Мінекей шырақтарым, әлі күнге дейін сендерден қорқамыз дейді. Сондан ол тек қана маған айтылған сөз емес, әрқайсымызға ауылда отыратын аналарымыз, біреуміздің ата-анамыз құрылысшы, біреуміздікі малшы, біреуміздікі пенсияда. Сол пенсиясының жартысын бізге бөліп беріп жатыр байғұстар. Біз неге олардың үмітін ақтамаймыз? Неге біз әкеміз бен шешемізге кір келтіреміз атына? Пәленшенің ұлына әй үлкенің өскір деген атты. Міне осы нәрсе ғана келеміз ата-анаға. Ата-анаға үлдеге орағаның, оларға көлік сыйлағаның, санатырға жібергенің, қарайласқаның керек емес. Әкешім, анашым деп барып бетінен сүйіп құшақтағаның ғана керек. Сендердің мейірімдерің керек. Сыйламаймыз ата-анамызды. Амандаспаймыз, қалдарын білмейміз. Күнде звонда анаңа, күнде анашым, қалыңыз қалай, ауыл аймақ аман ба, әкешім ауырып жүрген жоқ па, денсаулығың қалай, дәрі беріп жіберейін ба? Ата-анаң өмір бойы қастарында тұрмайды. Кейде қазақтың жігіттері, қыздары емші балгерге барып, жолым болмай жүр, жолым байланды, жолымды ашып беріңізші дейді. Сен өмірдегі ең қасиетті екі адамды ренжітіп жүрсің. Қалай сенің жолың болады? Жәннат ананың табанының астында. Сендердің
аналарының табан астында жәннат. Сондықтан бүгін тірі тұрған кезде аналарыңызды сыйлаңдар. Егер ата-ана сендерді қарғайтын болса, міндетті түрде қабыл болады. Егер ата-ана батасын беретін болса, міндетті түрде қабыл болады ол. Менің бір досым болған, өте бұзық бала болды. Сонда шектен асып кетеді ғой, мысалы, бұзықтық сондай. Сонда бағанағы әкесі қарғады, арағын ішті, темекісін тартты, төбелесті, ата-анасына жаманшылық істеді, бағана сыйламады, құрметтемеді. Иттің баласы, сен адам болмадың, сенің баратын жерің түрме деді. Әкесі кәдімгіден налып айтты бағана кісіге. Сонда әлгі бала түрмеге барды. Сотталып тынды. Ата-ананың жылатқанның кесірінен сояққа кетті. Мінекей, атаң мен ананың дұғасы міндетті түрде қабыл болады. Сондықтан аталарың, аналарыңды, әке шешелеріңді сыйлаңдар.